Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда Жан Сарай бағдарламасы. Сіздермен бірге Гүлжайнар Қайымқызы. Бүгінгі жексенбілік хабарымыздың қадірлі қонағы. Таяуда ғана өздеріңізге жаңа клипін ұсынған өзіміздің сүйікті әншіміз Шахизада туралы болмақ. Жан Сарай бағдарламасын аяғына шейін қадағаласаңыздар, Шахизаданың жан сырын, арманын, қиялын және алдағы жоспарын бірге бөлісе аласыздар. Шахизада жаңадан бір клип дүниеге келген көрінеді. Егер құпия болмаса, бұл клипті шығаруда қандай қиындықтар болды, және өзіңнің демеушілерің бар ма? Енді біріншіден бұл клиптегі әнді әдемілеп орындау, оның жаңағыдай анау аранжировка деп жатамыз ғой. Сонысын жасау ол оңайға түскен жоқ. Өйткені өзімнің қазіргі жаңадан бастап жатқан жаңа альбомым, ол 3-ші альбом. Сол альбомда өте сондай күрделі, сондай әндерді, жаңағы жоғары жағы нотасы, төменгі нотасы, сондай күрделі әндер болып жазылып жатыр. Енді клипті түсіргенде былай енді түсіру жағы оңай болды, бірақ түсірердің алдындағы жаңағыдегі қиындықтарды айтамын.
Ол кезде енді ол өзің білесің, қаражат қой соның бәрі. Қаражат таба алмай, сол табыла ма, табылмай ма деп. Бірақ өзімнің ағам кездесіп, сол кісі звондап, жағдайың қалай қарындасым деп. Жаман дедім. Неге дейді, клипке ақша таба алмай жатырмын дедім. Күледі. Ойбай, не болды? Қой, көмектесеміз ағаларың тұрғанда, сен немене болдың? Жаман деп айтасың, жақсы деп айт деп, сол кісінің арқасында жәндегі осындай әдемі клип түсті деп ойлаймын. Әндерді мына біздің сазгерлеріміздің арасында кімдер ұсынады? Және олардан қаламақыны сіздер қалай өзара келісіп аласыздар? Өзімнің ішкі дүниемді ән арқылы жеткізу үшін, жаңағы әндердің аттарына да сәйкес болу үшін, мысалға, ақынмен ақылдасамын. Осындай өлеңдер шықса екен деймін. Арманым сондай деп. Сондай әндер қазір 5-6 ән жазылып жатыр. Оның ішінде айтып отырмын, клипке түскен бірінші клипім, ол Арманым деген ән, ол мынау кезінде Роксанаки деген бізде жәндегі ансамбль болды ғой, ансамбль болғанда, неде группа дей ма? Топ, иә. Соның жәндегі солисті Руслан Қара. Сол жігіт қазір маған сол альбомды жазып жатыр. Сол кісінің әндері көбінесе, сол кісінің әндері. Сөздерді мен өзім ақындарға тапсырам. Оның ішінде Амангелді Тілегенов деген, Қадырғали Көбентайды өзің білесің, ол да өлең жазады. Сағынам деген тақырыпта, Күтем сен деген тақырыпта. Бірінші клипім Арманым деген. Бірінші содан бастады. Арманым кел, әлде Арманым деген тақырып, сондай тақырыпта. Осындай әдем әндер шығып жатыр. Және айтып кететін тағы да бір жағдай, ол ақындардың жәндегі маған деген көзқарасы, менің ойымнан шығуы, мен өзім шынымды айтсам ризам. Шакизада, сағынасың, армандайсың, қиялдайсың, кімді және не үшін білуге бола ма? Енді оның бәрін мен айта алмаймын, кімді екен, оның бәрі құпия болып қалу керек, негізі ішімде қалу керек.
Жастар мәдениетті қолдау жылында өзіңнің есеп беру концертіңді өткіздің. Бұл қанша жыл өнерде жүргендегі еңбегің және оны жасауға қаншалықты күш жігер жұмсалды? Көмектесушілер болды ма? Өте ауыр болды. Бірінші концертім мынау халықтың алдында, көрерменнің алдында есеп беру концертім. 10 жылдық деп өзім атадым негізі, бірақ осы Алматыға келгелі 5 жылдан асты ғой, енді 6-шы жыл. Бірақ оның алдындағы солтүстік Қазақстанда өзің білесің, жаңағыдегі филармонияда жай қарап жүрген жоқпыз. Жұмыс жасап, әдемі әндерді дүниеге алып келіп, творчествомен айналысып жаттық. Иә. Сондықтан мен өзім былай орташа есеппен алғанда, сол 10 жыл деп өзім кешімді өткіздім. Ойлаған нәрсеңнің бәрі осы концертте жүзеге асты деп айтуға бола ма? 100% деп айта алмаймын. Адамда былай қарағанда тойым жоқ қой негізі. Болған ісіне бола берсе екен дейді, бірақ енді ол болған ісіне ақша дүние емес, жақсылық, жақсы материал, жақсы әндер, одан да жақсы көрінуге тырысамыз ғой, енді қарап отырмай бостан-босқа. Ол енді менің өзімнің ойым бойынша негізі бір 70%-қа дұрыстау болды деп ойлаймын. Өйткені халықтан естіп жатам, сол концертіңіз кім түсірді, сол концерт тағы бола ма деп сұрап жататындар бар. Сондықтан да 30%-ін енді концертінде тағы 100%-ге қосамау деймін. Ұлыңның кім болғанын қалар едің? Қазір музыкант деп атсың, өзіңнің өнер жолыңа келсе, өзің сияқты халыққа өзінің өнерін көрсетсе, әрине ана үшін ең бірінші бақыт қой. Бірақ кейбір әншілеріміз айтып жатады, өзімнің ұрпағымның осы өнерді қуғанын қаламаймын деп. Өзіңде қандай мақсат бар балаң туралы? Енді менің баламда бойында өнер болмаса, мен баламды жаңағы музыка мектебіне бермеймін. Жаңағы Ахмет Жұбанов ағамыздың атындағы музыка мектебінде флейтист болып оқиды. Оның өзінің бойында музыкалық дарын бар. Сондықтан да мен баламды сол мектепке бердім. Ал енді ары қарай бір Құдай біледі ғой, кімнің қандай өмірі қалай болатын. Мен енді балама сен өнерде жүруің керек, осы жүрмесең болмайды деп ештеңе айта алмаймын. Ұл бала қанша дегенмен. Ұл бала деген семьясын асырау керек. Өзің білесің. Сондықтан да ол енді, бірақ өнердің жанында жүріп өскен бала тәрбиесі жақсы болады деп негізі білем. Музыкамен тәрбиеленген балаларды. Сондықтан бірақ әйтеуір адал еліміздегі осы өзіміздің еліміздің елеулі азаматы болып, сондай үлкен азамат болып, Құдайға шүкір, ол жас деп бостан-босқа қойған жоқпын ғой атын. Ол жас ағасы сияқты бір күреп, осы аты шығып жатса, анасы мен неге қуанбаймын, мысалға да. Сол сияқты, енді кім біледі оны, бір уақыт көрсетеді. Әке-шешең осы өнерге келуіңе қарсы болған жоқ па? Негізі марқұм әкем қарсы болды. Ол кісі о баста қарсы болды. Енді қанша дегенмен біз енді қожаның қызы, руымыз қожа. Сосын семьяда қайдағы әнші, бізде әнші болмаған. Ал ол кісі мен ішіме кіріп шығып жатқан жоқ. Білмейді ғой, не армандап жүргенімді. Ол кісілер не? Үлкен кісілер оқымаған, ол кісілерге ренжудің қажеті жоқ. Саған не керек деп сұрауға уақыттары жоқ. Әйтеуір осы семьяны асырасам, осы бала шағам аш болмаса, осы киім тоқ болса, осы ғой енді ол кісілерге. Сондықтан ол кісілерге ренжімеймін. Бірақ шешем сезетін. Өйткені шешем көбінесе тойларға, жиын тойларға мені алып барып, өлең айтқызатын. Талай ауырып қайтатын, көз тиіп. Сонымен ең соңғы енді мынау неге Алматыға осы мектепті бітіріп, Алматыға оқуға түсем деген кезде әкем қарсы болып, үйден қашып кеткенмен, шынымды айтсам, жындылығымен. Өзімнің шешем екеуміз сол бір ай бойы тамақ жемей, мен осыдан әнші болмасам, осыдан болмайды, өлем дедім ғой. Тура осылай шықтым ғой, өлем болды деп. Сосын шешем ойбай, мынау шынымен өліп қалар қызым, менде қара қыз бұндай қыз көп емес құрсын деп, үйдегі ең жындысы мен болатын. Сонымен шешеміз екеуміз Алматыға кеттік. Алматыға келіп, эстрада студиясына түсіп кеттім ғой. Енді ол кісіге өлілгенше мысалы басын деймін өзім анама.
қазір өзіңде ұзын саны қанша клип бар, және өзің ойыңда жүрген әлі қанша клип жасасам деген жоспар бар? Бұлай негізі бұның бәрі менің арманым. Жоспар деп бағана айтып отырмыз күліп. Оның бәрі менің арманым. Арманым жаңағы әдем әндер жазып, әдем жаңағы клиптер түсіріп жатсам, мен үшін өте үлкен творчествода, жаңағыдай үлкен биік шыңдарға көтеріліп жатырмын деген сондай бір сезім болады. Өйткені енді бостан-босқа қаншама қиыншылық көріп, мысалы осы өнерде қазірдің өзінде де әйтеуір бәрі жақсы деп айта алмайсың ғой. Бәрі жақсы деп айта алмайсың, бірақ сол қиыншылыққа мойынсынбай жаңағы еңбек етіп, жаңағы сол клиптерді түсіріп, соны көрсетіп, өзің көріп, оны өзіңнің туысқаның көріп, балаң көріп, қуанып жатса, мен үшін үлкен қуаныш, мысалға. Сондықтан менде енді қазір керемет әдемі клиптер деп айта алмаймын, бірақ енді былай орташа қарапайым сондай жаңа клиптер бар, бір 6 болып қалды ғой деймін. Оны санамаппын, шынымды айтсам. Өзің біліп көріп жүрсің ғой. Ал енді мынау жаңа альбомымда бір 3 клип түсірсем ба деп отырмын қазірше. Ол енді оның бәрі қаражатқа байланысты, уақытқа байланысты. Жалпы ойыңда жүрген дүниелердің бәрі арманыңның қанша проценті өмірде орындалып тұрады? Арман ба? Арман өмір. Ол адам өлгенше арман таусылмайды. Бірақ менің арманым, кішкентай кезімдегі арманым, үлкен сахнада, үлкен әншілермен бірге жүріп, концертте бірге болсам, өлең айтсам деген арманым болған. Ол арманыма мен жеттім. Одан кейін өзімнің жеке концертімді берсем деп, үлкен өзіміздің республика сарайында өткізсем деген арманым бар еді. Кішкентай кезімнен армандап осы неше жыл ол арманыма жеттім. Одан кейін өзімнің көрерменім, өзімнің сүйіп тыңдайтын көрермен болса екен деп, оған да жеттім. Одан кейін оның алдындағысын айтсақ, ұлым мысалға дүниеге келді. Қандай ана болса да, мысалға да, әйел баласы болмаса да, ол өмір бақи армандайды. Осы ұлым, қызым болса екен, ұрпағым болса екен, балам болса екен деп, мысалда. Сондықтан ол да менің арманым болған. Осы ұлымды жарық дүниеге алып келу. Ол да менің арманым. Енді былай Гүлжайнар айтып отырсаң, арман еш уақытта таусылмайды. Сондықтан өмір жалғасып жатыр. Сазгерлеріміз осы әншіге әнді беріп бағын ашады. Бұл жерде сазгердің де, әншінің де үлкен халық алдында беделі болады. Бірақ мына көрерменге көп байқалатын нәрсе, кейде осы ән жарқырап шыққаннан кейін өзара келіспеушіліктердің арқасында кейде бір ол ән орындалмай кетеді, немесе ол әнді орындауға әнші де келісім бермейді, немесе сазгер рұқсат етпеді деген әңгімелер туындайды. Сенде осындай жағдайлар кездесті ма? Менде бірінші рет бір ән, ол 85 жылы, оны Марат Ілиясов білет. Марат Ілиясов мерекем сен ән алып келген, бұндай жағдай болған менде. Шахизада сен айтуың керек деп. Енді ол кісінің ойында не болғанын мен білмеймін, мысалы. Жарайды деп мен ол кезде жаңдегі мынау эстрада студиясында оқып жүргем. 85 жылы 1 май мерекесінің жаңдегі анау тамашада болды ғой. Сол тамаша бағдарламасында ойын сауық отауында. Сол мерекем сен әнді бірінші мен орындап шыққам 85 жылы. Сосын бір 2-3 ай өтпей, мен мынау эстрада студиясын бітірмей жатып, бір күні келді маған Гүлнар Секімбаеваны ертіп. Енді ол кісіні біз, конечно, сыйлаймыз ғой енді. Әпкем болып келеді маған. Үйретіп жібер Шахизада деп. Мен түсінген жоқпын. Мен айттым, жарайды, үйретейін дедім. Үйреттім. Содан кейін мен ұмытып кетті ол кісі. Осындай жағдай болды. Сосын мен ол өлеңді айтпай қойдым. Мен бір қырсықсам, бітті. Қырсықпын негізі. Егер ол кісі енді былай дұрыс айтқан жоқ. Өйткені дұрыс деген жоқ, оның тірлігі дұрыс болған жоқ. Өйткені әншіге егер сенбесе, әнді алып келмеу керек. Әнші деген ол сезімтал, мысалы, өнер адамы өте сезімтал ғой енді. Сезім сондай жаралап кетсе, бір көңіл қалса өте қатты қалады, өзің білесің. Ол жерде маған сеніп алып келді ма,
сол осы Шахизада сен айтуың керек деп алып келді ма, мен айтуым керек. Өзің айтқан достарым болсын, басқа әндер болсын, кейде екінші бір әншінің орындауында халыққа көрсетіліп жатыр. Осыған сенде кейде бір өкпе наз болмай ма? Мен алғашқы достар үшін деп айтып кеттім ғой, жаңа достар үшін деп екінші альбомымды солай атадым. Достар үшін деген әнді өзімнің жерлесім жаңағы Ержан Серікбаев алып келді. Шахизада қарындасым осындай ән туып жатыр, кешіңді өткізейін деп жатыр екенсің, айтасың ба деп. Мен бір тыңдадым да, мен жаңағы финальный өзімнің концертімді жатқанға өте әдемі екен, достарға арналған, нағыз міне. Енді халық, көрермен, дос, туған, туыс, оның бәрі ол жерде былай бөлмейсің ғой. Мысалы, бәрі дос болып келеді. Сені сыйлап келіп отыр ма, сенің өнерін сыйлап келіп отыр ма, дос болып келеді. Сондықтан да достар үшін деген ән мен үшін өте бір сондай жылы естілді, мен айтайыншы деп мен алдым. Сосын концертім өтер өтпес солай ау деймін, есімде жоқ. Жаңа Сәкен Ғалымов айтып жүр. Одан кейін Болат Құсайыновқа беріпті деп естідім. Одан кейін Махмұт екен. Сол кісі айтып жүр. Сосын мен Ержан Серікбаевқа бір күн звондады ол маған. Сондай әндер туылып жатыр. Рахмет дедім. Әніңе рахмет дедім. Қандай алтын ән болсын алмаймын дедім. Сен неге олай жасайсың дедім. Дұрыс емес қой. Сен маған сеніп бергеннен кейін мен айтуым керек еді. Менен кейін айта берсін. Кім айтса оны айтады. Уақыт өткен жоқ қой әлі. Сол менен кейін ертеңіне барып апарып берген ғой. Негізі ол дұрыс жасамаған. Бірақ енді айта берсін, мен оны айтты деп ренжімеймін. Тек қана жаңағы композитордың сондай санасының төмендігі да ол енді менің ойымша. Ол дұрыс емес енді. Өнердегі адамдардың көп осы бақтыластыққа бара беретін осы атағына байланысты, дәрежесіне байланысты ғой. Өзіңе Қазақстанның халық артисі деген атақ берсе, өзің қалай қабылдар едің? Мен қабылдамас едім, әлі ерте. Өйткені оған жетуім керек. Мен өткені білем өзімнің қаншама тіршілік жасағанымды, тірлігіме байланысты да. Егерде шынымен бағалап беріп атса, онда жеткен шығарым деп ойлаймын да қоям, болды, басқа не деймін. Жалпы атақ деген нәрсені жақсы көресің ба? Жақсы көрмеймін. Шахизада, өзің әндеріңді сүйіп тыңдайтын көрермендерге жақын арада қандай жалт еткен жаңалық көрсетесің? Жаңалық бағана айттым, жаңағы мына 3-ші альбомымды бітіріп, осы 2 әдемі клипімді теледидарға шығарып, ол үлкен жаңалық. Содан кейін келесі жылы Құдай қаласа жаңа концертімді өткізсем деп отырмын ғой, жаңа альбоммен Шахизада деген сондай концертімді, үлкен концертімді өткізсем деп отырмын. Оның өзі үлкен жаңалық болады деп отырмын.